Бүгін мен қуырдақты қуыру әдісімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен етті турап аламыз. Өте ұсақ та емес, үлкен де емес, орташа көлемде тураймыз. Енді картошкамызды турайтын боламыз. Өте үлкенде турамаймыз, кішкентайда турамау керек. Нормальный қалыпта орташа тураймыз. Бұған картошка мен 1 килограмм, 1,5 килограмм, әлде 2 килограммға дейін пайдалануға болады картошканы. Бұл картошканы пайдалану етке байланысты. Ет көп болса, картошканы көбірек қосу керек. Видеода көрсетілгендей тураймыз картошканы. Картошкамды турап болдым. Ет пен картошка туралды, енді пияз тураймыз. Мен пияздың дәл ортасынан бөлдім, екеуін осылай турадым. Және де пісіретін ыдысымызға, қазанға май құямыз. Керекті мөлшерде, егерде ет өте май болса, сұйық майды көп құймау керек. Егерде еттің май болмаса, кішкене құю керек. Етімізді қуырамыз. Қатты егерде шашырап жатса, бірінші кішкене басылғанын күтеміз. Менде шашырады. Етті қызып тұрған майға ғана пісіру керек. Сонда ғана еттіңіз жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған майға ғана тез қуыратын боламыз. Араластырып қуырып аламыз. Еттің бәрін қосып, араластырып қуырамыз. Үздіксіз араластырамыз. Осы қуырып жатқанда еттің үстіне пияз саламыз. Араластырып болған соң үстіне пиязбен араластырып жібереміз. Мен крышкасын жауып, кішкене пісіремін. Сосын дәміне қарай тұз саламыз. Тұз салмас бұрын бірінші дәмін көріп алу керек. Тұзы бар ма, жоқ па? Егер тұз аз болып жатса, саласыздар. Мен біраз қасық салдым тұздан. Бәрін араластырып, үстіне картошка саламыз. Картошканы жайып, картошканы араластырмайсыздар етпен.
тек қана үстіне картошка саласыздар. Және де керек приправа мен перец, сельдерей, сондай приправаларды қосамыз, қуырдаққа арналған. Керекті приправаларымызды көз мөлшерде саламыз. Мен де бар приправаларды салдым. Дәмін келтіру үшін саламыз приправаны. Және де пісіреміз. Міне осылай болды. Және де картошка біраз пісіргеннен кейін қарап отыру керек, езіліп кетпеу керек. Картошканың піскенін білу үшін қасықты картошкаға тығып, жұмсақ па тексереміз. Және бұны тек қасықпен ғана емес, ауызбен жеп көреміз. Егерде қатты болып жатса, әлі де пісіретін боламыз. Жұмсақ болып жатса, значит дайын. Міне видеода көрсетілгендей қасық жөнеп кірмей жатыр. Жеп көрсеңіз де болады. Бұл жерде картошканың бәрі көрінеді. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі видеоға